Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бірде шал кемпіріне маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Кемпірі жарайды деп бауырсақ пісіріп береді. Бауырсақты суысын деп терезенің алдына қойса, бауырсақ терезеден секіріп қашып кетеді. Сөйтіп әндетіп келе жатқанда алдынан қоян шығады. Қоян, бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ, жемеші, мен саған өлең айтып берем деп әндете жөнеледі. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, енді сенен қашамын деп қаша жөнеледі. Бауырсақ әндетіп келе жатса алдынан қасқыр шығады. Қасқыр, бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Сонда бауырсақ, жемеші қасқыр, мен саған өлең айтып берем дейді. Мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, енді сенен қашамын деп қашып кетеді. Бауырсақ қасқырдан қашып әндетіп келе жатса алдынан аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Сонда бауырсақ, жемеші аю, мен саған өлең айтып берем дейді. Мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, енді сенен қашамын деп қашып кетеді. Аюдан қашап келе жатса алдынан түлкі шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Сонда бауырсақ, мен саған өлең айтып берейінші дейді. Мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым деп айта бастағанда түлкі бауырсақты тоқтатып, мен қартайдым, құлағым естімейді, құлағыма жақынырақ айтшы дейді. Аңқау бауырсақ құлағының тұсына келіп әндете бастағанда түлкі әпетіп жеп қояды.